Қазақстандағы автокөлік жүргізушілері тағы бір маңызды мәселені көтерді. Ол көліктің әйнегін күңгірттеуді заңдастыру. Жақында Petition KZ сайтында көліктердің әйнектерін күңгірттеуге рұқсат беру туралы петиция пайда болды. Бастамашылар бұл тек жүргізу ыңғайлылығын арттырып қана қоймай, жол қауіпсіздігін де арттырады деп сенеді. Петиция авторының пікірінше, күңгірттелген әйнектер жазда автокөліктің ішін ыстық күн сәулесінен қорғайды және қыста жылуды сақтайды. Сонымен қатар автокөлік иелері жеке өмірінің көрінбеуі арқылы өздерін қорғалған және жайлы сезінеді. Тағы бір дәлел, күңгірттеу апат ықтималдылығын азайтуы мүмкін. Себебі ол шабуылшыларды азайтып, жүргізушінің көрінуін жақсартады. Сарапшылар заманауи технологиялар барлық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келетін және көрініске кедергі жасамайтын күңгірттеу пленкаларын жасауға мүмкіндік беретінін атап өтеді. Мысалы, ақылды күңгірттеу Өзбекстан мен Қырғызстанда рұқсат етілген. Ал әйнекті күңгірттеу үшін ақы төлеуге дайынсыз ба?